Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Мен Павлодар қаласы 21-ші мектептің жалпы орта білім беру мектебінің мұғалімімін, бастауыш сынып мұғалімі, педагог зерттеуші Адилова Құралай Нәжімеденовна. Менің бүгінгі алып отырған тақырыбым білім алушылардың білім жетістіктері мониторингілеуге арналған жаратылыстану ғылыми сауаттылығы бойынша дидактикалық тестер жинағы. Бұл тақырыпты алу себебіміз қазіргі 4-ші сыныптарда білім жетістіктері мониторингілеуге дайындау мақсатында құрастырылған тестер жиынтығының туралы бөлісемін сіздермен тақырыбында. Білім алушылардың білім жетістіктерін мониторингілеу жүргізу оқушылардың функционалдық сауаттылық деңгейін анықтауға, яғни өмірлік жағдайларда білім мен дағдыларды қолдануға, сондай-ақ талдамалық логикалық ойлауды дамытуға бағытталған. Білім алушылардың білім жетістіктерін мониторингілеуге дайындау мақсатында әзірленген тест тапсырмалары жаратылыстану сабақтарында меңгерген материалын қайталау арқылы есте сақтауына, оны жеке меңгеруіне көмектеседі. Білім деңгейін толық және терең бағалайтын ой қорытуды салыстыруды қажет ететін тапсырмалар жиынтығы. Осы алып отырған жұмысымыздың өзектілігі оқушыны өз білімін реттей алатын, өздігінен білім алуда іздене білетін, ортада өзін жеке тұлға ретінде ойын еркін жеткізе алатын және алған білімін қолдана біліп, оған баға беруге қалыптастыру. Бұл алып тұрған жұмыстың негізгі ғылым әдістемелік деңгейі осы бастауыш сынып білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттарын жүзеге асыра отырып, оқушылардың ойлау қабілеттерін дамыту арқылы олардың білімге қызығушылық деңгейін арттырады. Осы құрастырылған тест тапсырмалары 55 нұсқадан тұрады. Тест мазмұнына бастауыш деңгей жаратылыстану тақырыптар аясында ғылыми білімнің қарапайым деңгейі қамтамасыз етіліп отырып, сұрақтары жеңілденген, күрделіге спиральді түрде құрастырылған, аталған тест тапсырмаларының көмегімен тақырыпты және қосымды бақылаулар жүргізіледі. Осы әрбір оқушы дұрыс жауап берген тест тапсырмасы үшін 1 балл, барлық тестті дұрыс орындаған жағдайда 8 баллды алады. Тест тапсырмаларының қиындығы 3 деңгейде құрастырылған, яғни базалық деңгейі 30%, мүмкіндік деңгейі 50%, жоғары деңгейі 20% құрайды. Және де осы тест тапсырмаларының жаңағы ғылыми сауаттылық бойынша спецификациясы бұл 9 бөлімнен тұрады. Яғни жаратылыстанудағы әрбір бөлімде бұлар осы алдарыңызда тұр: өсімдіктер, жануарлар, адам, заттар, олардың қасиеттері, ауа және су. 6-шы табиғат физикасы, пайдалы қазбалар, жер және ғарыш, күш және қозғалыс. Осы тақырып бойынша арнаулы курс бағдарламасын қосымша алып отырмыз, яғни дайындық ретінде. Осы тесттерді біз жұмыс ретінде пайдаланамыз, яғни аптасына 1 сағат, барлығы 34 сағат. Бұл жердегі тақырыптарда бөлімдерге бөлінген, ішінде бірнеше тақырыптар бөлінген, және біз оларды осы практикалық ретінде қолданамыз. Балаларға тест ретінде, қосымша ретінде, дайындық ретінде беріліп отырады. Міне алдарыңызда тұрған бұл бірнеше нұсқалары, осы тест тапсырмаларының балаларға бір нұсқада 8 жауаптан болады. Яғни бұл әдістемелік құрал алдарыңызда айтып отырмыз ғой, 55 нұсқадан тұрады деген. Бұл әдістемелік құрал білім алушылардың жаратылыстану ғылымдары саласындағы білімдерін, дағдыларын және ғылыми ойлау қабілеттерін бағалауға арналған. Енді міне осы сіздердің алдарыңызға видео ретінде жылдамырақ көрсеттік. Келесі, жаңағы осы тест жауаптарының өздерінің жауаптары бар. 55 нұсқаны бұл жерде оқушы өзінде тексере алады, жұптасып тексеруге болады және мұғалім мен оқушының арасында тексерісті жүріп отырады. Бұл тест жинағы жаратылыстану пәні бойынша мазмұнына сәйкес оқушының өз білімін тексеру және алған білімін тақырыптарды игеруге, келесі тақырыптарды игеруге қолдануға мүмкіндік бере отырып, оқу жетістіктерін критериалды формативті бағалауға ықпал етуге, өз білімін реттей алуға, іздене білуге, ойын еркін жеткізе алуға және алған білімін қолдана біліп, оған баға беру дағдыларын қалыптастыру үшін тиімді. Осы мақсатты негізге ала отырып, оқушылардан сауалнамалар алынды. Сауалнама 5 сұрақтан тұрды. Бұл сауалнама оқушылардың тест тапсырмалары арқылы өткен тарау бойынша алған білімдерін тексеру мақсатында, мұғалімдер оқушылардың білім дәрежесіне қарай пайдалану қаншалықты тиімді екенін бағалауға арналған. Нәтижелер мен талдауына тоқталатын болсақ, зерттеуге бастауыш сынып оқушылары алынды.
іріктеу сыныбында 4-ші А оқушылары алынды. Тәжірибелік экспериментке қатысқан білім алушылардың кестесі құрылып жүргізілді. Барлығы 60 оқушы қатысты. Тест тапсырмалар бойынша бастауыш сынып оқушыларынан алынған сауалнама мынадай сұрақтарды қамтиды. Тест тапсырмалар түсінікті ме? Қандай тест түрлері ұнайды? Саған бақылау эксперимент жасаған ұнай ма? Жаратылыстанудың қандай тақырыптары қызықтырады? Тест тапсырмалары тақырыптар сенің меңгеруге тиімді ме деген осындай 5 сұрақтар қойылады. Сауалнама қойылады. Бұл сауалнама 2 сыныптан алынды, 4-ші А және 4-ші Б сыныбынан алынған. Алғаш сауалнама енді көрсеткіштері кішкене бас тартты кезде төменгі деңгейде болды. 2 тоқсаннан кейін осы тест үнемі алынып отырғаннан кейін 4-ші А және 4-ші сыныптарына қайта алып зерттеп көрдік. Бақылағанымызда мысалы 1-ші 4-ші сынып оқушыларында өте динамикасы жеткілікті жоғарғы деңгейде болса, бұл енді гимназия сыныптары болады. 4-ші Б сыныбы 2 рет алынғанда сауалнамасы орташа деңгейде көрсетті. Қайткенмен де осы тест сұрақтарының бір көмегі тиді деп ойлаймыз. 4-ші сынып оқушылар корпусынан тест тапсырмаларын жұмыс жасау білім сапасының артуына ықпалын тигізгенін көрдік. Енді осыны қорытындылай келе оқу процесінде тест тапсырмалар бастауыш сынып оқушылары үшін өте тиімді екені байқалды. Себебі оқушылардың білім-білік дағдыларын артып қана қоймай, білім-білік дағдыларын тексеріп, бағалауға, өз бетінше ойнауға, идеялар айналасында болып жатқан құбылыстарды бақылауға ұсынуға бағыт береді. Осындай балалардың да бірнеше алған дәрежесі болды. Енді бүгінгі сіздермен Ольга Николаевна, учитель-исследователь биологии общеобразовательной школы номер 35 имени Маншук-Маметовой, города Шымкента. Тема моей презентации – конструирование и организация современного урока в разрезе вариативного курса по биологии «Природное многообразие растительного мира». Ну, что такое современный урок? Современный урок по Канаржевскому – это прежде всего урок, на котором учитель умело использует все возможности для развития личности ученика, ее активного умственного роста, глубокого и осмысленного усвоения знаний для формирования ее нравственных основ. Но чтобы продолжить тему данного доклада, хотелось бы остановиться на моей авторской программе вариативного курса по биологии для 7 класса. Данная программа предназначена для углубленного изучения флоры различных зон, экосистем, биологических процессов, происходящих в растительном мире. Она направлена на изучение основ группировки растений, расширение знаний о растительном разнообразии видов и их значений для экосистем. По обновленной программе раздел систематики растений в данном случае рассматривается очень поверхностно, да? Всего несколько тем за курс 8 класса. А данная программа позволяет глубоко изучить все отделы растительного мира. Современный урок в разрезе данного вариативного курса должен выходить за рамки простого транслирования знаний, так как ключевыми целями является развитие обучающихся исследовательской деятельности, развитие функциональной грамотности, критического мышления и глубокого понимания взаимосвязей в живой природе. При конструировании такого урока, конечно, необходимо четко определить цели и задачи, исходя из потребностей и интересов учащихся. Вариативность курса позволяет адаптировать содержание и методы обучения, учитывая уровень подготовки и индивидуальные особенности класса. Ну, что необходимо применить при проектировании данного урока. Прежде всего, это целеполагание на уроке. Цели должны быть реалистичными, конкретными, достижимыми, соотносимы с типом и содержанием урока. Отбор содержания учебного материала. Ну, так как здесь учебник мы не можем использовать, да, то здесь, конечно, я использую материалы дополнительной литературы, большое количество интернет-ресурсов, но для подготовки необходим, это колоссальный труд подобрать материал. Методы приема обучения попозже об этом, формы организации деятельности на уроках здесь могут быть различными, опять-таки в зависимости от темы. Это и урок исследований, это уроки экскурсий, это уроки практикумы и так далее. Оценка, самооценка деятельности. Мы знаем, что вариативный курс мы не оцениваем суммативно, да, формативное оценивание. Вот как сейчас сказали, действительно очень сложно применять оценивание и самое главное формативное оценивание
оценивания, чтобы заинтересовать учащихся, чтобы ученик при проделывании какой-либо работы получил заслуженную свою формативную оценку, да, и рефлексия и обратная связь, то есть очень важный тоже, потому что именно дети при исследовательской деятельности должны уметь анализировать свою работу. То же самое, извините, исследовательскую деятельность, да, делать, обобщать, делать выводы. Ну и основным важным аспектом при проведении уроков является, конечно, выбор активных методов обучения. Это и проблемное обучение, это и дискуссии, это и кейс-стадии, работы в группах. Например, изучение конкретной группы растений может быть организовано как мини-исследование с последующей презентацией результатов. Необходимо интегрировать современные образовательные технологии, интерактивные доски, онлайн, ресурсы, виртуальные лаборатории, базы данных. Сейчас большое количество различных образовательных платформ. Это позволяет визуализировать сложные процессы, расширить доступ к информации, сделать обучение более наглядным, интересным. Ну и всего многообразия ресурсов для активизации познавательной деятельности я использую следующие платформы. Но для подготовки презентаций сайты Gamma App, Canva Cop, для создания интерактивных заданий сайты Learning Apps, WordWall, где имеются уже готовые упражнения, обучающие игры, платформы интерактивного контента, например, Interactive для создания интерактивных заданий. Для подготовки теста к уроку широко использую такие сервисы Google Формы, которые можно использовать на всех этапах урока. Следующее, организация данного урока. Прежде всего, цель – это повышение вовлеченности учащихся, развитие познавательного интереса. На начало урока, конечно, самое главное – это активизировать деятельность учащихся. Я здесь прописала те, конечно, приемы и методы, которые я уверена, что каждый из нас это использует, но для активизации это может быть просто коммуникативная атака, просто вопрос классу и начинает, где их можно обезоружить, активизировать их деятельность. Это и мозговой штурм, это и ассоциации, то есть какое-то ключевое слово, куда они накидывают ассоциации. Можно потом подвести их к новой теме, да, к целеполаганию. Дальше верно-неверно, можно устно, можно письменно, то есть в зависимости от содержания урока. На середину урока для изучения уже темы можно использовать работу в группах, например, можно исследовать определенный аспект темы. Вот недавно мы с детьми, то есть различные типы соцветий дается, они сами подбирают, сами находят схемы, примеры и так далее. Кейс-методы тоже очень удобный прием, анализ конкретной ситуации, связанной с растительным миром. Опять-таки, влияние загрязненного воздуха на рост растений, который способствует развитию функциональной грамотности учащихся. Интерактивная лекция, где идет чередование теоретического материала с практическими заданиями, например, работа с гербариями растений или работа с определителями, что мы работаем в 7 классе. Ну и, наконец, урока, конечно, для обобщения, это можно и синквейн, вопрос-ответ и так далее. И, конечно же, рефлексия. Вот здесь я хочу показать, в данном случае я часто очень использую, когда, например, насыщенный урок, вот такой лист рефлексии. Мы знаем, когда мы даем рефлексию в конце урока, дети начинают, они забывают, что они делали на уроке, и просто пишут, да, понравился урок, все хорошо. Данный лист рефлексии я даю им на начало урока, прописываю, сколько заданий, и просто кружочек, все понятно, вопрос, остались вопросы, и треугольник трудно. То есть ребенок уже по заданиям видит, где у него были трудности, где он справился, и в конце итог сам рефлексию сам дает. И затем я собираю эти листочки, сама анализирую и уже вижу, где пробелы у ребенка, где нужно на следующий урок обратить внимание и так далее. Очень удобно, можете тоже использовать на своих уроках. И, конечно, я хочу закончить такими словами. Учить детей сегодня трудно, и раньше было нелегко. Читать, писать учили, дает корова молоко. Век 21, век открытий, век инноваций, новизны. Но от учителя зависит, какими дети быть должны. Спасибо за внимание. Я учитель биологии, Мысикова Оксана Викторовна, области ЖТСУ, средней школы гимназии номер 51 имени Сергея Ильича Морозова. Хочу представить вам доклад на тему STEM-образования в биологии, межпредметные связи. Многих интересует, что же такое STEM-образование. А STEM-образование представляет собой комплексный подход, который объединяет науки, технологии, инженерию и математику с целью создания целостного и интегрированного образовательного процесса.
Этот подход становится особенно актуальным в контексте изучения биологии, поскольку биология, как наука о жизни, непосредственно связана с другими научными дисциплинами и технологиями, что позволяет использовать междисциплинарные связи для более глубокого понимания природных процессов. Применение STEM-образования в биологии способствует развитию системного мышления у учащихся и позволяет им увидеть взаимосвязь различных процессов и лучше понять, как различные науки взаимодействуют в реальном мире. Важно отметить, что межпредметные связи, связанные с биологией, могут быть использованы для решения актуальных задач, таких как разработка новых технологий в биоинженерии, борьба с заболеваниями, сохранение биоразнообразия и решение экологических проблем. Таким образом, STEM-образование в биологии – это не просто обучение фактам и теориям, а создание условий для развития навыков, которые пригодятся учащимся в реальной жизни и профессии. Этот подход помогает ученикам научиться применять знания из разных областей для решения комплексных проблем, что делает их более готовыми к вызовам будущего. Я бы хотела вам представить из своей практики, как STEM-технологии или STEM-образование можно использовать, в общем-то, на уроках и за ее пределами, так и связать с другими науками. Например, учащиеся в 5 классе, знаете, кто преподает естествознание, они, получается, всю первую четверть у нас исследования. Вот в данном случае ученики, я им давала различные темы, тема проектной работы «Тайна школьного портфеля», связь, получается, биологии и естествознания с математикой. Учащиеся определяли вес одноклассников и их портфелей, определяли, соответствует ли вес портфеля массе тела ученика. Для этого рассчитывали правильный вес ранца с принадлежностями по формуле. Вес ранца равен 10% от веса ученика. То есть вес ученика в килограммах они умножали на 10 и делили на 100. И потом записывали, получается, данные и определяли, нормы или нет. Так, конечно, это небольшой кусочек таблицы, и, естественно, больше нормы было у многих. Дальше в 8 классе, когда мы проходили пищеварение и именно влияние вредных веществ, использовали тему проектной работы «Как вред газировки, миф или реальность». Так, связь прослеживается с химией. Учащиеся определяли pH-среду с помощью смарт-прибора газированного напитка колы. Перед этим мы определяли, получается, какие напитки они употребляют, и вот в данном классе больше всего употребляли колу. Определяли его влияние на скорлупу, получается, яйца, то есть скорлупа яйца стала мягкой, и замачивали, получается, на 24 часа учащиеся, получается, очень ржавые гвозди, да, и потом они вот определяли, как они выглядят потом. Так, дальше. Следующий проект, который используется взаимосвязь, получается, химии и экологии, учащиеся высаживали вот в данном случае растения тыквы и поливали каждый горшок, получается, первый горшок они поливали обычной водой, потом делали растворы с 5% раствором ферри и с 5% раствором, получается, стирального порошка. И вот во втором случае они наблюдали за обыкновенными прудовиками, то есть тоже, как они ведут себя, получается, в данных растворах. Еще использовали здесь фотографии нет, еще использовали, получается, личинки лягушки, да, то есть головастиков, как они будут реагировать на, получается, бытовую химию. Так, следующая работа, это в 5 классе, мы определяли тоже в первой четверти вред сотовой связи, и прослеживается вот связь со статистикой, чтобы они умели, в общем-то, анализировать данные, да, строить графики и так далее. Учащиеся собирали данные у одноклассников с помощью, получается, вопросов. Так, они анализировали, так, то есть сколько ответили да, нет, какие вопросы, да, и учились строить, в общем-то, графики. Так, следующая работа проходила вне, получается, урочное время. Учащиеся, получается, это уже 9 классы, они выращивали грибы в домашних условиях. Здесь прослеживается, получается, связь с такими науками, как химия и физика, потому что они изучали температуру, рассматривали, да, там влажность и так далее. Они сами заказывали, получается, мицелий из Алматы. Во вторым этапом они стерилизовали, получается, сено, добавляли мицелий, закладывали мицелий, получается, в пакеты вместе со стерильным влажным сеном, так, помещали, получается, пакеты в подвал, так, и наблюдали, получается, за ростом грибов.
Так, эта работа, следующая работа связана, получается, и с химией, и с экологией, и с географией. Ученица 5 класса, да, сейчас она уже закончила школу, размножала розы с путем метода Бурито. Метод Бурито – это очень простой метод, когда берется, получается, влажная газета. Так, берутся, получается, участки стебля, получается, роз, да, так, и она вот использовала, получается, корневин и еще раз использовала раствор ивы и сок алоэ. И сравнивала, сколько у нас получалось корней, получилось и, ну, и получается из этих роз, то есть сколько получилось. И затем вот строили диаграмму. Дальше. В 5 классе можно проследить взаимосвязь, получается, естествознания, биологии с математикой. Так, у нас было такое задание, так как наша школа занимается проектной деятельностью уже, получается, много лет, и вот мой 5 класс, получается, определял температуру каждый день, так, в течение 3 четвертей, и затем в 5 классе они высчитывали среднюю месячную температуру, ну, конечно, с помощью калькулятора, потому что они еще такие цифры не проходили, как прибавлять, делить. И они учились уже строить графики. Так, было очень тяжело с построением графиков в 5 классе, но это очень хорошо повлияло, потому что когда они ко мне пришли в 6 класс, они очень хорошо уже довольно строили графики, потому что есть там темы как раз с построением графиков. Так, ну и в конце я хотела сказать, что именно связать физику, можно физическую культуру, именно, наверное, практически большинство предметов именно с предметом биологии. Так, даже на дистанционном обучении мы вот используем, получается, вот такую проектную работу. Так, в 9 классе, кто работает биологом, наверное, знает, что есть, да, такая работа, как выявление влияния статической и динамической работы на утомление мышц. Учащиеся получили задания лабораторной работы, они дома все проделывали, то есть поднимали вес, да, бутылок, так, оформляли, получается, все в тетради, да, делали вывод и, в общем-то, отправляли. Так, ну, большое спасибо за внимание. Құрметті әріптестер, мен өз баяндамамды Джон Дьюдің сөзімен бастағым келіп тұр. Егер біз балаларды кешегідей оқытсақ, біз балалардың ертеңнен айырамыз. Яғни бұл жерде бізде ғылым, қазіргі жаһандық әлемде болып жатқан әртүрлі өзгерістер ғылым беру саласына да өз әсерін тигізуде. Соның ішінде қарқынды дамып жатқан технология бұл адам өмірінің барлық салаларына әсер етуде. Білім беру жүйесінде жаңа оңтайлы бетбұрыстар қажеті туындауда, соның ішінде жаңа кезеңге аяқ бастық десек болады. Яғни іргелі ғылымдар, қазіргі біз беріп жатқан пәндік ғылымдар, яғни болашақта қолданбалы ғылымдарға интеграцияланып ерекше мәнге ие болады. Яғни мына жерде ерекше мәнге ие болады. Яғни бұл жерде бізде іргелі ғылым мен қолданбалы ғылымдардың өзара байланысы, яғни бізде академиялық білім тек когнитивті жаңа барлықтарыңызда өздеріңіздің тәжірибелеріңізде айтып жатсыздар. Барлығы да когнитивті білімді дамыту мақсатында жұмыс жасалып жатса, енді қолданбалы ғылымдардың енгізудің мақсаты, яғни біздің жарқын болашағымыздың кепілдігі болып отыр. Себебі тек теория жүзінде ғана емес, практика жүзінде ерекше мән беру. Яғни адам өзінің өміріне қажетіне жаратуды талап етеді. Бұл жерде іргелі ғылым, яғни бұл күнделікті біздің академиялық ғылым, бұл академиялық ғылымда біз көбінесе балаларды конвергентті ойлауға ғана біз, яғни былайша айтқанда Блум таксономиясының төменгі және орта деңгейінде ғана жұмыс жасаймыз. Ал егер когнитивті білімді қолданбалы біліммен кіріктіретін болсақ, біз Блум таксономиясын ең жоғарғы деңгейіне, яғни қазіргі заман талабына сай PISA бағдарламасына негіздейміз. Енді қолданбалы ғылымдар енді бізде нақты практикалық мәселелерді шешуге бағытталады. Яғни жаңа айтып жатырмыз, бізде қазір өте дамыған гендік инженерия, рекомбинативті ДНК және тағы бізде нанотехнология, ауыл шаруашылығының дамуы барлығы да біздерде қолданбалы ғылымдарға жатады. Яғни бұл ғылымдар адам қажеттілігін қамтамасыз етеді.
және көптеген практикалық мәселелерді шешуге бағытталғандықтан, яғни техникалық және әлеуметтік инновацияларды дамытады. Енді бұл екі ғылымның байланысы мен сіздерге айтқым келеді. Болашақта бізде химия, физика, биология ғылымдарын біріктіреді ғой. Сол кезде біріктірген кезде біздің ғылымымыз іргелі ғылым болып қалады да, яғни іргелі ғылым, яғни фундаментальный ғылым болып қалады да, бұл жерде идеялар мен түсініктердің барлығы айтылғанмен, қолданбалы ғылымды кіріктірген кезде, жаңа айтып жатырмыз ғой, барлық мектептер біздерде STEM бағытында жұмыс істеуге бағыт бұрып жатыр деп, соны жүзеге асыруға мүмкіндік береді. Яғни биология ғылымы саласында ашылған заңдылықтар іргелі ғылымның нәтижесі болатын болса, болашақта биоинформатика, медицина, қолданбалы технологиялардың дамуы, яғни қолданбалы кіріктірілген білімнің нәтижесі болып табылады. Енді мен өзімнің іс тәжірибемде скампер әдісімен бөліскім келіп тұр. Бұл әдісті енді білесіңдер шығарсыздар. Бұл жерде скампер әдісі негізі бұл ағылшын тілінен аударғанда аббревиатура болып табылады. Яғни бұл әртүрлі белгілі бір шығармашылық техниканы білдіреді. Егер де әр бірінші сөздің мағынасына мән беретін болсақ, бұл жерде бізде бірінші S әрпі, яғни біз қазақшаға аударғанда ауыстыру, біріктіру мақсатқа қолдану және алып тастау дегенді білдіреді. Яғни бұл жерде бұндағы мақсат біздерде балаларды тек когнитивті білім ғана ойлау емес, дивергентті ойлауға да бағыттаймыз, және дивергентті ойлаудан қазіргі заманауи түсінік бойынша дизайн ойлауға білім алушыларды бағыттаймыз. Енді мен қазір өз іс тәжірибемде мысалы айтқым келіп отыр. Мысалы бізде не бар? Қан айналым жүйесі бар. Қан айналым жүйесі болған кезде біз айтамыз, қан айналым жүректі мысалы ауыстыру мүмкін бе? Неліктен жүректі ауыстыруға болмайды деген сияқты, ауыстыру мүмкін бе деген сияқты уже балаларға неліктен деген сұрақтан бастаймыз. Яғни бұл жерде Блум таксономиясының жоғары деңгейлер сұрақтар кетеді. Және біріктіру дегенде мысалы жүректі қан айналым жүйесін тыныс алу жүйесімен біріктіруге бола ма деп айтамыз. Яғни бейімдеу деген кезінде қалай бейімдеуге болады? Өзгерту дегенде, егер де бізде адамда жүрек біреу болатын болса, егер жүрек екеу болатын болса, қалай ойлайсыздар? Адамға өзгерткен кезде қандай, неліктен, және ол өзгертулер бізге қандай мақсатта қолданылуы мүмкін? Бұл жерде бала тек қана дивергентті ойлап қана дизайнда ойлай алады. Яғни алып тастау, бұл жерде нені алып тастауға болады? Бала өзінің сол тақырып бойынша, бұл жерде тек қан айналым жүйесі емес, кез келген тақырыпқа бұл әдісті енгізуге болады. Және ретін өзгерту, егер де біздер мысалы салқын қанды, жылы қанды деп жануарларды, адамдар жалпы тірағзаларды бөлеміз ғой, сол кезде бөлген кезде біздер айтамыз, тағы да біздерге нені өзгертуге мүмкіндік бар? Бұл жерде бала өзі болжам жасай алады да, және өзінің ұсынысын бізге ұсына алады. Яғни бұл жерде балалардың шығармашылық ойлауына, Блум таксономиясының ең жоғарғы деңгейіне мүмкіндік береді. Сосын мен мына жерде SWOT талдау әдісі бар, енді өз баяндамамда айтқанмын. SWOT талдауды біз көбінесе не деп қолданамыз? Бір мониторинг жасағанда, білім сапасына мониторинг жасағанда, яғни біз талдау жасаймыз. Соның ішінде SWOT талдауда, мысалы біздерде биологияда экология, популяция және биосфера деген бөлім бар ғой. Сол жерде мысалы біздер жоғары класстарға ғаламдық проблемалардың себептерін шешу жолдары деген кезде біз балаларға мынандай тапсырма беруге болады. Ғаламдық тапсырма ұлттық және жергілікті деп. Бұл жерде ғаламдық тапсырмада бала кіріктірілген интеграцияларын білім болғандықтан, ол тек қана биологиялық біліммен ғана қаруланып қоймай, сонымен қатар қосымша физика, химия ғылымдарымен да бала құралы ретінде пайдаланады. Сондықтан Жапонияның, яғни күшті жақтары, әлсіз жақтары, мүмкіндіктері және қауіп қатері. Бұл жерде тек қана басқа географиялық ғаламдық деңгейде қарастыратын болса, ұлттық деңгейде ол Қазақстандікін алады. Ал жергілікті деңгейде бұл Ақтөбенікін алады. Яғни осы жерде келеді, мысалы бір ғана несін тоқталып кетейін. Мысалы Жапонияда қандай күшті әсері десе, оларда жоғары экологиялық сана,
қайта өңдеу техникаларды дамыту өте жақсы қойылған, табиғат апаттарына қарсы инфрақұрылым өте жоғары және жасыл технология өте жақсы дамыған деп айтады. Ал Қазақстан бойынша біздің кең байтақ жерімізбен мақтанамыз. Экологиялық қорғау заңы, яғни бізде де табиғатты қорғау заңы, жасыл ел бағдарламасы сияқты әртүрлі бізде де бағдарлама жүзеге асырылуда. Және де шүкіршілік етеміз, біздер экологиялық сана бізде де дамып келе жатыр, яғни бізде жасыл технология. Ал Қазақстанда, ал Ақтөбеде алатын болсақ, бұл жерде уже жергілікті болғасын, біз көбінесе Ақтөбенің өзінің территориясына мән береміз. Бұл жерде көгалдандыру жұмыстары жүргізілуде, жасыл ел бағдарламасы, тағы да басқа жүргізіліп жатқан іс-шаралар жөнінде, соның ішінде біздің Ақтөбенің де өзінің резерваттық әртүрлі белгілі бір әсемдік орындар бар екенін бала айтып кетеді. Ал қауіп қатеріне келген кезде енді ортақ проблема туындайды. Яғни бұл жерде табиғи апаттар енді Жапония елі бойынша климаттың өзгеруі, өнеркәсіптің қалдықтарын, оларда көбінесе ауыр металдар өндіріледі екен. Ал біздерде климаттың өзгеруі, судың ластануы Қазақстан бойынша және урбанизация болып табылады. Ал жергілікті жерде ауаның ластануы, Елек өзенінің ластануы және бізде Ақтөбеде хром және әртүрлі никель зауыттары болғандықтан, енді өндіріс орындары қатты дамығандықтан көбінесе бізде ауаның ластануы ерекше айтылады. Міне осындай тапсырмалар арқылы біз оқушылардың бір сөзбен айтқанда тек қана бір ғана неде емес, жалпы ойлау қабілетін, көкжиегін кеңейтеміз деп айтуға болады. Енді сонымен қатар бізде қазіргі замандағы тенденциялар бойынша нанотехнологиялар, биоинформатика және жасанды интеллект. Енді бұл түсінікті, яғни физика, химия, биологияның тоғысуы материалдар мен құрылымдарды жасауға мүмкіндік береді. Яғни тек қана білімді пайдаланып қоймайды, білім алушылар интерпретациялайды. А биоинформатика дегеніміз, яғни бізде өзімізде білесіздер, біздің бағдарламамызда бар 11-ші кластың биоинформатикада биологиялық мәліметтерді талдау, интерпретациялауда информатика маңызды рөл атқарады. Мысалы, біз кейбір жағдайда болады, нәруыз биосинтезін тақтада түсіндіру мүмкін болмай жатады. Соны қазіргі таңда біздің сол уақытты үнемдеп, және де көптеген тізбекті тақтаға түсіргеннен бұрын бізде информатика, яғни компьютер құрылғыға адамның қалай айтсам, ойлау жүйесін байланыстыру арқылы, интерфейс арқылы биоинформатиканы дамытып жатыр. Енді жасанды интеллект, класстан білесіздер, бұл интеллектуалды даму. Яғни когнитивті ғылымды одан сайын естеу болады, дамыту болып табылады. Яғни енді бұл жерде мен айтайын дегенім, неге біздерді 3 пәнге біріктіріп жатыр десе, біз көбіміз айтамыз, қалай біздер физиканың мұғалімі биологияны береміз, биологияның мұғалімі химияны береміз десек, бұл жерде біздерде фундамент бар, фундаментальный бізде теориялық білім бар. Біз одан қорықпауымыз керек. Бізде тек қана қолданбалы білімнен шамалы білім жетілдіруіміз керек. Ол үшін білім жетілдіру курсынан өтуіміз керек. Және де бұның болашағы өте зор. Жаңа өзім бастадым ғой, Джон Дьюдің сөзіменен. Егер біз дәл қазір оқысақ, баланың болашағынан айырамыз дейді, біздің ешқандай олардың болашағынан айыруға ешқандай құқығымыз жоқ. Сондықтан бізде үлкен жауапкершілік тұрғандықтан, болашақта бұл қандай бізге пайда береді десе, мен өзім қысқа айтқым келеді, қоғамның дамуына әсер етеді. Яғни қазір бәсекелестік қоғам, бәсекелестік Қазақстан деп айтамыз ғой, әлеуметтік жағынан да дамиды. Яғни әлеуметтік деген сөз, мамандар көбейеді, жаңа мамандар ашылады. Және экономикалық жағынан негізі біздер айтамыз ғой, PISA бағдарламасына кіргеніміз біздің экономикалық жағы өсуіне де әсер етеді. Сондықтан экономикамызға әсер етеді. Ал адам өмірін жақсарту мақсатында қарайтын болсақ, ең бірінші осы 3 пәнді қосқандағы біздегі құндылық, ең бірінші бізде мақсат құндылық. Сондықтан болашақта бізде тәрбие сағаттарымызды осы құндылық дегенді тәнімізге енгізіп жібереді 3 пәнге, ертең беретін. Және де екінші, бізде білім тек құрал болып табылады. Потому что құрал болатын себебі бала өмірге аттанған кезде өмір шығармашылығына дайын болу үшін тек білімін өмір құралы ретінде ғана пайдаланады. Сонымен қатар мына жерде енді әртүрлі қоғам ғылымға қол жеткізуге, инновацияға мүмкіндік береді.
Енді мен өзімнің қорытынды сөзімді айта келе, ғылым қазіргі заманғы дамудың ең қозғаушы күші. Іргелі және қолданбалы ғылымдардың тығыз байланысы жаңа технологиялар мен теорияларды біріктіреді. Болашақта іргелі және қолданбалы ғылымдардың интеграциялануы білім беру жүйесіндегі маңызды құнды бағыттардың бірі болмақ. Бірнеше пәндер тоғысуынан адамзат өмір сүруінің қажеттіліктері жүзеге асырылады. Білім алушылардың 21-ші ғасыр дағдылары қалыптасып, STEM бағытындағы білімге болашақ мамандықтарға сұраныс артады. Қазақстанның ғылыми әлеуеті дамып, ел экономикасы және мәдениеті жоғары деңгейіне өркендеуіне әкеледі. Сондықтан да қазіргі отырған біз білім алушылардың болашағынан зор үміт күтуге болады. Сондықтан қазіргі таңда білім саласындағы ең басты, мен өзімнің немді алып отқан себебім, басты қадам дегенім, яғни биология, физика, химия ғылымдары және плюс қолданбалы ғылымдардың интеграциялануы. Яғни жарқын болашақтың кепілі. Сондықтан ұстаздар, бәріміздің алдымызда үлкен жауапкершілік тұр. Бізде Абай атамыз айтады ғой, адам болып дүниеге келді ма, адам болып дүниеден өту керек деп. Сондықтан ең бірінші құндылық, екінші когнитивті, сапалы білім. Назарларыңызға рахмет. Добрый день, уважаемые коллеги. Приветствую вас в Костанайской области. Кузнецова Елена Сергеевна, учитель биологии и естествознания. Тема моего выступления – биология как платформа формирования ключевых компетенций школьника. Если вы не представляете, с какими ситуациями могут столкнуться ваши ученики в будущем, учите их тому, чтобы они могли применить в любых ситуациях. Что мы можем сказать по этому поводу? Ну, во-первых, действительно, сегодня мы своих учеников учим не только знаниям, мы их учим быть гибкими, применять полученные знания на практике. Современное общество стремительно развивается, а вместе с этим меняются и требования к системе образования. Образование должно быть гибким, динамичным и соответствовать вызовам времени. Оно должно быть не только передавать знания, но и формировать навыки, необходимые для жизни в меняющемся мире. Критическое мышление, умение взаимодействовать с другими, ответственность, инициативность, готовность к саморазвитию. Современные дети значительно отличаются от предыдущих поколений. У них иные интересы, мышление, ценности и жизненные ориентиры. Они растут в цифровом пространстве, учатся быстро переключаться между задачами, склонны к визуальному восприятию информации. Поэтому учитель, работающий с такими детьми, должен не только быть носителем знаний, но и уметь выстраивать диалог, мотивировать, помогать каждому ученику найти свой личный смысл в обучении. Сегодня я хочу поделиться с вами наблюдением о том, какие качества и умения мы формируем у учащихся на занятиях биологии. Уроки биологии открывают дверь в удивительный мир организмов, от мельчайших бактерий до сложных экосистем. Это помогает лучше понять, как все в природе связано между собой. Биология не просто наука о жизни, это путь к пониманию мира, в котором мы живем. Через изучение живых организмов, их строения, процессы жизнедеятельности экосистем, мы развиваем у школьников не только предметные знания, но и множество универсальных учебных навыков. Прежде всего, биология формирует научное мышление. Учащиеся учатся наблюдать, анализировать, делать выводы, работать с гипотезами и доказательствами. Когда мы работаем с микроскопом, изучаем поведение животных, наши ученики учатся быть внимательными. Этот навык очень важен для многих профессий и помогает лучше ориентироваться в мире. Это важно для любого человека в мире. Обладая таким умением, настоящие наши сегодняшние ученики станут хорошими специалистами в любой другой сфере. Сравнивая листья разных растений, ученики учатся быть наблюдательными, смотреть не просто зеленый лист, а видеть форму, жилки, структуру. Такие навыки развивают точность и аккуратность. На каждом уроке идет развитие познавательного интереса и любознательности. На занятиях биологии ученики учатся задавать вопросы, порой самые даже неожиданные, и искать на них ответы. Мои занятия строятся по системно-деятельностным подходам, который предполагает активную позицию учащегося. Я часто использую открытые проблемные вопросы. Почему так происходит? Что будет, если?
от чего зависит, какие могут быть последствия. Такие вопросы стимулируют мыслительную деятельность, формируют навык анализа и прогнозирования. Это умение важно для непрерывного образования в течение жизни. Выращивая растения в разных условиях, с водой, без света, в разной почве, ученики делали предположения, ведут дневники наблюдения, сравнивают результаты. Это настоящий эксперимент, причем научный, и позволяет ученикам учиться, наблюдать, делать выводы не просто на догадках, а именно на научных фактах. Каждое мое занятие биологией, оно строится как целостная система, сочетает образовательные и воспитательные задачи. Я убеждена, невозможно отделить обучение от воспитания. Настоящее образование – это воспитание через содержание, форму и атмосферу урока. Именно поэтому я уделяю особое внимание формированию ценностей, нравственных ориентиров, социальных и личностных компетенций. Важное место в уроке биологии занимает экологическое воспитание. Когда мы говорим о выбросах в атмосферу, вырубке лесов, загрязнении рек, это не просто теория. Ученики видят последствия и понимают, что каждый человек может повлиять на ситуацию. Ученики понимают ценность природы, осознают ответственность человека за окружающую среду. Уроки биологии помогают воспитывать уважительное отношение к жизни во всех ее проявлениях. На наших занятиях мы обсуждаем морально-этические дилеммы, связанные с природой, наукой, отношение человека к окружающему миру. Эти темы справедливости, честности, заботы, милосердия, ответственности. Такие обсуждения учат анализировать последствия решений, формулировать аргументы, слушать других, выражать свою позицию. Например, учащимся предлагается составить список экологически значимых действий, которые они могут выполнить в повседневной жизни. Разделение мусора, отказ от одноразового пластика, экономия воды или электричества. Затем мы обсуждаем их в классе, анализируем, делаем какие-то предположения, выстраиваем, что мы можем сделать, и в итоге, что получается? А получается, что мы способствуем развитию, умением взаимодействовать в команде, учитывая мнение других, принимать активные решения и решения нести именно то, которое ты сам принял. Особое место занимает сотрудничество с внешними организациями, эколого-биологическими центрами, музеями, фондами. Такие формы взаимодействия обогащают учебные процессы, делают его более практикоориентированным и значимым для ученика. Они видят реальные примеры деятельности, понимают, как можно применить знания биологии за пределами школы. Разные информационные культуры мы также применяем на занятиях биологии. Это систематически. Умение работать с информацией, читать схемы, графики, таблицы, проводить эксперименты, делать научные проекты. Это сейчас все необходимо, и оно входит в каждое занятие. Это готовит учеников к исследовательской деятельности, а также формирует метапредметные навыки. Мы делаем процесс обучения более наглядным, способным для того, чтобы мы могли сформировать информационную компетентность, а также мы учим критически относиться к источникам информации, составлять, сопоставлять и анализировать данные. А также ситуационные занятия, ролевые игры, применение кейсов. Они также способствуют развитию нравственных качеств у наших учащихся. Упор делается на развитие таких качеств, как сострадание, ответственность, уважение к жизни, доброта, милосердие, взаимопомощь. Среди форм и приемов, которые я использую, особенно детям это нравится, это занимает ситуационные задания, потому что они взяты из жизни, и они именно учат детей приспосабливаться, находить нужные ответы вариантов, положительные, с чем они могут в дальнейшем столкнуться. Развивая также коммуникативные навыки на занятиях биологии, мы учим учеников сотрудничеству, умению слушать и аргументировать свою точку зрения. Применяя творческие задания, мы развиваем мелкую моторику. В свою очередь, мы также улучшаем работу мозга и его деятельности. В центре моего подхода ученик как личность. Индивидуальный подход позволяет учитывать особенности каждого, строить маршрут обучения, исходя из интересов каждого ребенка, склонности и понимания. Я убеждена, биология – это предмет, который дает возможность не только узнать о жизни и научиться также жизни, но и в гармонии жить с собой и с другими людьми, и с природой. Уроки биологии помогают
очень качественно развивать и подготавливать ребенка к будущей жизни. Это школа жизни. Ученики узнают, как устроен мир, учатся мыслить, заботиться о природе и также определяют свои интересы. Уроки биологии становятся площадкой для формирования всесторонне развитой личности, умной, доброй, ответственной, готовой к вызовам будущего. Если ученик уходит с занятия не просто с новыми знаниями, но и с желанием сделать мир лучше, значит, цель сегодняшнего занятия достигнута. Мен Шымкент қаласы номер 35 Маншук Маметов атындағы жалпы орта мектептің биология пәні мұғалімі Бөбей Зәуре Қуандыққызы, педагог зерттеуші. Менің тақырыбым білім сапасын жақсартуда оқушылардың пәнге қызығушылығын арттыру. Әрбір мұғалімнің педагогикалық жолындағы басты мақсаты мен межелі міндеті ол сапалы білім беріп, саналы оқушыны шығару. Яғни саналы оқушы тәрбиелеу. Сапалы білім беру деген бағдарламаны жаттатып, барлық тапсырманы қатесіз орындату емес, алған білімді өмірде қолдана алу деп ойлаймын. Және осы тәжірибелерді ұтымды пайдалана білу. Мұғалім еңбегінің нәтижесі мен додадағы жеңісі ол білім сапасы екені баршамызға мәлім. Осы білім сапасының көтеру жолында әр педагог өз шеберлігі мен идеясын ұштастыра отырып жұмыс жасайды. Мен де осы білім сапасын жақсарту жолында бірнеше іс-әрекеттерді атап өткім келеді. Әрине, ол біріншіден оқушының пәнге деген қызығушылығын арттыру. Оқушы сіздің пәніңізге қызықпаса, ол сабақта жақсы нәтиже көрсетіп, бір додаға қатысады деп ойламаймын. Кез келген сыныпқа сабақты бастамас бұрын оқушыларды пәнге қызықтырып, назарын аударып алу керек. Себебі бала сіздің пәніңізге қызықпаса, өмірдегі маңыздылығына көз жетпесе, сіздің 45 минут жүргізген сабағыңыз еш кетуі мүмкін. Биология пәнін барлық оқушылар ұната бермейді. Әсіресе жоғары сыныптарда физика, математика пәндерін таңдаған оқушылар бізге керек емес, менің болашақ мамандығыма қажет емес деген ойлар айту мүмкін. Сонда сәтте биологияның өмірдегі маңыздылығын жеткізу үшін әрбір саламен тығыз байланысы бар екенін сендіру керек. Оған нақты фактілер мен қызықты деректерді көрсете алсақ, оқушының біздің пәнімізге деген қызығушылығы оянатынына сенімдімін. Егер оқушы пәнге қызықса, ол жақсы нәтиже көрсете алады. Екіншіден, сабақты сәтті бастау. Біздің жүргізетін сабағымыз, меңгертетін біліміміз, ол біздің өніміміз. Ал ол өнім болса, демек біз өндіруші болып саналамыз. Әрбір мұғалім, әрбір педагог өз білімінің өндірушісі болып саналады. Кез келген өндіруші өзінің өнімі өтімді болған және халыққа пайдасы тигенін қалайды. Ол үшін оларға мықты жарнама қажет. Өз сабағымызды мықты жарнамалай білуіміз керек. Демек, біздің де сабағымызға жағымды жарнама қажет деген сөз. Әрбір сабағымызды мықты жарнамалап отырсақ, біздің сабағымыз оқушылар үшін өтімді болатын анық. Жарнама ретінде сабақтың басын сендер естідіңдер ме, сендер білесіңдер ме деп биология туралы өмірде болған немесе болып жатқан қызықты деректер мен нақты фактілерді ұсынуға болады. Мысалы, нақты фактілер. Бұл кезде нақты фактілер қандай фактілер келтірсек болады? Мысалы, 9-шы сыныптан бастап біз ферменттер тақырыбын өтеміз биология сабағында. Ферменттер әрине бірден айтқанда оларға жаңағы тақырып күрделілік болуы мүмкін, түсініп кету қиын болуы мүмкін. Сендер жарнамадан крион деген дәріні білесіңдер ме? Крионды не үшін қабылдайды деп жаңа күнделікті көріп жүрген жарнамадан айтсақ, олар санасына сіңдіру оңайырақ болады. Немесе электромагниттік толқындар тақырыбында, мысалы, сендер естідіңдер ме? Құстар жылы жаққа ұшып кетіп, суық кезде қайтадан ұшып келерде өзінің келетін жолын салып кетеді екен. Ал мынау ұялы синтетиктердің антенналары ол жолдарды жойып тастайды, яғни электромагниттік толқындар. Олар келетін кезде ол толқындар ол жолды жойса, олар адасып қалады деген сияқты қызықты
жаңағы қызықты деректерді келтірсек, оқушы сабаққа әрине қызығып, ол сабақ сәтті басталады деген ойдамын. Енді әрбір педагогтың проблемасы деп айтуға болады, бұл тиімді бағалау. Бағалаудың бірнеше түрлері бар. Соның ішінде өзіме қатты әділ және бағаланатын ол жетті, білді, тыңдады деген бағалау. Бағалау барлық мұғалім үшін қиындық тудырады. Бұл маңызды мәселелердің бірі. Сырт көзге біреудің іс-әрекетін бағалау оңай көрінгенімен, керісінше өте қиын процесс. Тіпті кейде бағалауда кішкене қателік жіберіп қойсақ, оқушының сабағыңызға деген қызығушылығын құлатып, баланың сағын сындырып алуымыз мүмкін. Сондықтан әрдайым шынайы дәл бағалау қажет. Сіздерге де ұсынғалы отырған бағалаудың бірі, бір түрі мұғалім үшін әрі деңгейге бөлуге де және дәл бағалауға да мүмкіндік береді деп ойлаймын. Жетті. Тапсырманы мұғалімнің көмегінсіз орындайтын, өзінің идеясын тиімді қолданатын оқушы. Яғни тапсырманы бересіз, сіздің көмегіңсіз орындап шығады. Білді. Мұғалімнің немесе достарының көмегімен мақсатқа жететін оқушы. Тыңдады. Сабақты тыңдап, тек көшіп жазып, мұғалімнің сілтемесін орындап отыратын оқушы. Осы мен ұсынып отырған бағалауды қолданып көрсек, бала өзінің деңгейі мен сол күнгі іс-әрекетінің нақты нәтижесін біле алады және деңгей арқылы ары қарай жыл бойы жоспар жасап жұмыс жасауға болады. Тыңдаған оқушыны білдіруге, білген оқушыны жеткізуге, жеткен оқушыны түрлі додаларға қатысуға мүмкіндік береді. Қорыта айтқанда, осы бағалау түрін пайдалана отырып, бірнеше додаларда, ғылыми жобаларда өзім оқушыларым орындар алды. Қорыта айтқанда, мен ұсынған іс-әрекеттерді ұтымды ұйымдастырып, тиімді қолдана алсақ, біздің сабағымыз сапалы болатыны анық. Ал сапалы білім алған саналы оқушылардың білім сапасы әрқашан жоғары болатынына сенімдімін. Тыңдағандарыңызға рахмет.